Армысыздар, бармысыздар? Біздің қымбатты тыңдармандарымыз, арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Алла деп жазған алақандарыңызға Алла тағалам үйіп төгіп, көл көсір нәсібе берсін. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болып, көңіл күйлеріңіз жақсы болсын. Ал ондай болса, қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме түз тағысы қасқыр жөнінде болғалы тұр. Ертеректе, ол уақытта әлі колхоз ұйымдастыру уақыты болатын. Үйлер әрбір қыздың басында шоқайып тұратын заман. Үй дегенімізді қазіргідей емес, зер сабандап, донбаздап, үйдің дуалын көтеріп, төбесіне қамыс басып, қамыстың үстіне лай құятын заман еді. Міне дәл осы уақытта Мергенбай деген бір аңшы кісі аң аулайды екен. Ұшқан құспен жүгірген аңның бәрін шетінен қоймай, атып, қақпан салып, тұзақ қойып, әйтеуірі істемейтін амалы жоққа ұқсайды. Өзі сондай бір беткей, адамдардың айтқанына көне қоймайтын қыңыр адам екен. Дәу екі өркештен нары болады екен. Сол нардың үстіне мініп, қыс демей, жаз демей, тау тасты кезіп, аң аулайды екен. Бірде ауылдың ақсақалдары жиналып, үлкен ас болып жатқан жерде: «Әй, Мергенбай, құстан құс, жүгірген аңнан аң, қалдырмай бәрін жалмадың ғой. Олар да өсіп өнуі керек. Шетінен қыра берме. Киелісіне жолықсаң қиын болады» дейді. Мергенбай болса: «Ой, сендер де жау шаптыра бермеңдерші. Қандай кие, неғылған кие ол?» деп мойын сынбайды. Сол баз баяғы қалпы дәу түйесіне мініп алып, ойды қырды кезіп, аң аулауын тоқтатпайды. Қолында шиетті мылтық болады екен. Ол уақытта мылтықты солай атайтын. Мылтықтың оңғысына салып, оңғысынан оқты тығыздап атады екен. Біз бұл шиетті мылтықты бұл күндері тек музейлерден ғана көреміз. Не керек Мергенбай атқан аңдарын, тұзаққа түскен құстарды, қақпанға түскен аңдарды бәрін қырып жойып, терелерін сыпырып содалайтын ұқсайды. Күндердің бір күні тағы да үлкен ас болып, ауылдың қариялары: «Әй, Мергенбай, сен тым құрмағанда өмірге ұрпақ әкелетін аналықтарына тимесейші, обал ғой» дейді. Сол уақытта Мергенбай: «Ой, сендердің не шаруаларың бар? Атсам атып жүрген мен, киесі ұрсам мені ұрады. Сендердің нелерің кетті?» деп айтқан сөзінен қайтпайды. Бір күні Мергенбай тауды аралап келе жатып, бір қасқырдың апанына тап болады. Қолындағы мылтығын оқтап, дорбасын жанына алып, қонышындағы үлкен қанжарын беліндегі белдігіне қысырып, апанға жақындап келіп, апанның ішіне қарай кіреді. Апанның түбіне жақындай бергенде шиқылдаған бір дыбыстар естіледі. Және жақындай түскенде гүжілдеген дауыс естіледі. Одан сайын жақындай түседі. Апанның ішінде бұқпантайлап түбіне дейін жақын келеді. Дәл осы кезде құлағы анық естиді. Шиқылдап жатқан енді ғана көздерін ашып, бауырын енді ғана көтере бастаған бөлтіріктер екенін байқайды. Гүжілдеп тұрған аналық құртқа қасқыр еді. Не керек Мергенбай мылтығын көздеп тұрып, тура құртқа қасқырдың көздері жалт-жалт етіп тұрған басынан бір атып жібереді. Арс етіп құртқа қасқыр дәл сол жерде өліп қалады. Мергенбай сезе қояды арлан қасқырдың жоқ екенін. Бауырлап жатып, еңбектеп, бөлтіріктер жатқан апанның түбіне жетеді. Қоржынын шығарып, 5 бөлтірікті мойындарынан ұстап, қоржынға салып, қоржынның аузын буып, апаннан еңбектеп сыртқа шығады. Сыртқа шығып, қоржын тола бөлтіріктерді апанның ауыз жағына қойып, қайтадан жер бауырлап еңбектеп, өлі қасқырды құйрығынан сүйреп сыртқа алып шығады. Не керек? Бөлтірікті бір жағына, өлі қасқырды бір жағына қанжығаға теңдеп байлап, елге қарай жүріп кетеді. Кеш бата елге келіп, бөлтіріктердің бәрін қоржыннан шығарып, артқы аяғының тірсектерін кесіп тастайды. Қасқырдың терісін сылып, іліп қояды. Үйіне келіп, кешкі асы ішіп отырып, кеудесін қағып мақтанады: «Мен осындай мықты аңшымын. Бір қасқыр 5 бөлтірігіменен ұстап алып келдім». Не керек сол түні иттер шулап үріп, абалап үріп, әбден беймазданады. «Әй, иттер үріп жүрген шығар» деп Мергенбай ұйқыға бас қояды. Не керек таң азаннан оянып, бөлтіріктерді қойған жерге келсе, бөлтіріктер жоқ болып шығады. «Өй, бұлар қайда кетті?» Ары-бері қарайды, ешқандай бөлтірік жоқ. Ойпырмайды іштей, артқы аяғының бір-бір тірсектерінен кесіп тастаған. Бұлар қалай бір жаққа кетуі мүмкін? Болмаған соң, түйесіне мініп, біраз жерге дейін аралап қарайды. Бірақ ешқандай бөлтіріктер көрінбейді. Дәл сол күні
Кешке ауылда бір ас ауқат беріліп, ауылдың қарияларының бәрі жиналады. Дәл осы жерге Мергенбай да келеді. Ас ауқаттың үстінде Мергенбай мақтанып әңгімесін бастайды. Таудың бөктерінен бір апанды тауып алғанын, апанның ішінен бір құртқа қасқырмен 5 бөлтірікті алып шыққанын, қасқырды сойып, терісін жайып қойғанын мақтанышпен айтады. Бірақ таң азанда тұрып қараса, бөлтіріктер 3 келі жоғалғанын айтады. Дәл осы кезде ауылдың ақсақалдары: "Әй Мергенбай, біз саған айттық қой, жазықсыздан жазықсыз аңның бәрін қыра берме" деп. Енді сол арлан қасқыр ауылдың малына шабады. Өзіңе де шабуы мүмкін. Қасқыр өте кекшіл болады. Енді байқа дейді. Дәл сол уақытта Мергенбай: "Өй, бәріңе не көрінген? Қасқыр деген ит емес пе? Иттен сонша қорқып көрерміз. Иттен қорқып дуана болмай қойдым" дейді дағы орнынан тұрып кетіп қалады. Ауылдың ақсақалдары бір-біріне ескертеді: "Енді малдарыңа, бала шағаларыңа өте мұқият болыңдар. Мына бір есердің тірлігі бәрімізге зиян келтіретін болды" дейді дағы. Бәрі мақұлдасып, өз үйлеріне тарайды. Мергенбай сол базбаяғы қалпы тау тасты кезіп, аң аулауын жалғастыра береді. Күндердің бір күні, күз таяп қалған кез, қой жайып жүрген малшылар, шабындықта шөп шауып жүрген адамдар ауылдың маңайынан бір топ қасқыр көргенін, бәрінің артқы аяқтары ақсақ, сылтып басатынын ауылдағы адамдарға жеткізеді. Және бір жиында ас ауқаттың үстінде ақсақалдар бас қосып отырып, әлгі ақсақ бөлтіріктерді арлан қасқырдың біртіндеп мойнынан тістеп, басқа апанға апарып, осы күнге дейін бағып қағып өсіргенін айтады. Сонымен не керек? Күздің алғашқы күндерде басталады. Қара суық, ызғар түседі. Дәл осы кезде әлгі арлан қасқыр ауылдың малдарын қоғадай жапырады. Бір күні біреудің тайыншасын, бір күні біреудің тайын, тіпті бір күндері ол уақытта шарбақтар шырпылармен бітелетін. Сол шырпылардың арасынан кіріп, қойларды кәдімгідей бауыздап тастап қырып кетеді. Енді ызаланған ауылдың адамдары: "Әй Мергенбай, біз саған айттық қой, тиме ол қасқырға" деп. Енді не болды? Ауылдың малын бәрін қырып, жайпап барады. Әлгі ақсақ бөлтіріктері де үш аяқтап жүріп, арлан қасқырға қосылып, ауылдың шетіне келіп, сыртта қалып қалған қара малдарды, атап айтқанда тайынша, тайларды төбен қалдырмай жайратып тастап жатыр. Енді бұдан қалай құтыламыз? Атқыш болсаң, енді осы арлан қасқырды ат, елге тыныштық болсын. Өзің істеген бәлені өзің бірдеме қылып, әлгі арланды атасың ба, қақпан қоясың ба, көзін құрт дейді. Мергенбай дәл сол кезде өзінің істегені дұрыс емес екенін іштей мойындайды. Бірақ сол қу мінез, "Өй, бәрін қорқақсыңдар" деп көпшілікті айыптайды. Не керек? Күндердің бір күні Мергенбайдың өзі аң аулайын деп, қолында мылтығы бар, қанжығасына қақпан, тұзақ байлап алған. Ауылдан ұзап шыққанда тура әлгі арлан қасқыр бұның алдынан шығып тап береді. Мергенбай арланды көздеп тұрып бір атқан кезде арлан жалт беріп, оқтан сытылып кетеді. Шетті мылтықты жерге түсіп, оқтамаса түйенің үстінде оқтай алмайды. Ендігі жерде Мергенбайға қашқыннан басқа амал қалмайды. Түйені артқа қарай бұрып, ауылға қарай желдіртіп жөнеледі. Қасқыр артынан қуып кеп береді. Түйенің мықтылығы сонша, қасқырға жеткізбей, ауылдың шетіне дейін аман есен келеді. Әлгі бөлтіріктер аяғы ақсақ болғаннан соң, арлан қасқыр құсап, қатты жүгіре алмағансын, олар артта қалып қалады. Арлан ауылдың шетіне дейін тістерін ақситып, Мергенбайдың зәре құтын қашырып, зәре құтын кетіреді. Не керек? Абырой болғанда ауылдың иттері абалап шығып, арлан қасқыр тоқтап қалады. Әзер дегенде үйіне жеткен Мергенбай түйесін байлап қораға, үйіне кіреді. Бұның зәресі кетіп тұрғанын көрген әйелі: "Әй, не болды саған, боп-боз болып кетіпсің ғой" дейді. Бұл зорға дегенде бойындағы дірілді басып, яғни үрейді басып, әлгі арлан өткендегі құртқа қасқырдың сыңары, әлгі 5 бөлтіріктің әкесі арлан қасқыр ауылдың шетіне дейін мені өкшелеп қуып келді. Әлгі 5 бөлтірігі тірі екен. Аяқтары шойнақтап, ақсақ аяқтарменен егер жетіп алатын болса, мені ту талақай қылып тастауға шақ қалды. Дәл осы кезде әйелі айтады: "Әй, өзіңе де обал жоқ. Ақсақалдар қанша мәрте айтты, мен қанша мәрте айттым, қой осыңды" деп. Сен қоймадың.
Қасқыр деген өте кекшіл, енді саған тыныштық бермейді дейді. Кетшей сенде деп, үстіндегі сырт киімдерін шешіп, Мергенбай төсекке жата кетеді. Жылы үйдің буы ұрды ма, сәлден соң көз ілініп кетсе керек, айқайлап орнынан шошып тұрады. Түсіне арлан қасқыр кіріп, бұның туры тамағын тістеуге шақ қалыпты. Шошып оянған Мергенбай жүрегі аузына кептеліп тұр екен. Әзер дегенде ентігін басып, қалтырған бойын әзер дегенде жинап алды. Орнынан тұрып, дастарханның басына келіп жайғасты. Бірдеме жейін десе, ештеңеге тәбеті тартпай тұр. Ақырын үстіне тонын жамылып, сыртқа шыққан еді. Таяу маңнан әлгі қасқырлардың ұлығаны естілді. Дереу үйге қайтадан кіріп, ши мылтықты оқтап, аспанға бір мәрте атты. Және қайтадан бір оқтап, және атты. 5-6 мәрте атқан кезде әлгі қасқырлардың ұлығаны басылды. Үйге кіріп, төсектің үстінде отырып, ойға шомылып кетті. Қайтадан қисайып жатса, түсіне қайтадан сол арлан қасқыр кірді. Тілі күрмеліп, сөйлеуге шамасы келмей, әзер дегенде ұйқысынан оянды. Өзіне өзі зорға келіп, терезеден қараса, таң қылау бере бастаған екен. Орнынан тұрып, түйені қамаған қорасына келіп, түйені қорадан шығарып, түйесіне мініп, Әбу Бәкір деген қария бар еді. Сол қарияның үйіне келді. Келіп терезеден үңіліп қараса, майшам сыңырайып жанып тұр екен. Қария кісі ғой, ерте оянса керек. Бұл терезені тоқылдатқанда, ар жағынан әлгі қария, «Ай, бұл кім?» деді. «Таң ала күйімнен неғып жүрсің?» деген қарияның сұрағына, «Менмін ғой көке, Мергенбаймын». «Ай, Мергенбай, таң азаннан неғып жүрсің? Кіра ғой үйге» деді. Мергенбай үйге кіріп, үстіндегі тонын шешіп, қарияменен қос қолдап амандасып, жағдай сұрасып болғаннан соң, тізесін бүгіп, қарияның қасына отырды. Қария Мергенбайға қарап, «Я, таң азаннан неғып жүрсің? Айта бер шаруаңды. Мен тыңдап отырмын». Мергенбай не айтарын не айтпасын білмей, мұрнының астынан біраз міңгірлеп отырып, «Сол баяғы қасқыр» деді. Әңгіменің төркінін түсіне қойған қария, «Біз саған айттық қой, Мергенбай. Қасқыр өте кекшіл болады. Саған қой дедік қой. Айтқанға құлақ аспадың. Ол енді сенің соңынан қалмайды. Осыдан қарада тұр» дейді. Мергенбай біраз отырып, «Жақсы, мақұл қария» деп, қош айтысып, үйіне қарай қайтады. Ол уақытта күн оқ бойы көтерілген болатын. Үйіне келіп, дастарханның басында әйеліне айтады: «Бұл жерді тастап басқа жаққа көшейік. Әлгі қасқыр маған тыныштық бермейді. Осы сөзімді жерге тастамашы» деп, әйеліне жалынышпен қарайды. Әйелі біраз үнсіздіктен соң: «Жарайды, көшсек көшейік. Қазір күн суық. Қайда барып тұрақтаймыз?» дейді. Мергенбай басын қасып отырып: «Менің нағашымның ауылында бір үй бос тұрған еді. Сол үйге қоныс аударсақ қайтер еді» дейді. «Сен әуелі барып, бос үй бар ма жоқ па біліп кел» дейді әйелі. Не керек, түс ауа. Мергенбай түйесіне мініп, нағашысының ауылын бетке алып, түйесін желдіріп, тартып қалады. Мылтығын оқтап алған. Не керек, нағашысының ауылына жақындай бастағанда, аспанды қараңғылық баса бастайды. Дәл осы кезде қасқыр ұлып, тып-тыныш жатқан даланы арсаң-сәрсен қылады. Мергенбайдың бойын қорқыныш билеп, түйесіне қаттырақ жылдам жүрсін деп, екі аяғыменен түйенің бүйірінен тепкілей бастайды. Түйе бір бақырып алып, желдете жөнеледі. Дәл осы кезде арлан қасқыр таяу келіп, Мергенбайдың соңына түседі. Мергенбай жанұшыра нағашысының ауылына қарай түйені бар жылдамдықпенен желдірте түседі. Соңына қуып жақын келіп қалған арланға қарай мылтықты кезіп тұрып, бір атқан кезде қолы қалтырап, бойын қорқыныш билеп, тура тигізе алмайды. Бұл жолы да абырой болғанда, нағашысының ауылының иттері абалап шығып, арлан қасқыр содан секіріп алып, тоқтап қалады. Нағашысының үйіне келе салып, түйесінен түскен Мергенбай нағашысының үйіне кіреді. Үйге кірсе, нағашысы үйде екен. Мергенбайды көріп, «О, батырым, қайдан жүрсің?» дейді. Мергенбай нағашысымен амандасып, бар болған жайтты баяндап береді. Нағашысы айтады: «Ай, Мергенбай, ол қасқыр ертең біздің ауылға шабады. Нағыз бәле сонда болады. Біз сені бұл ауылға көшіріп әкеле алмаймыз». Ендігі жерде Мергенбайға не істеу керек? Түнде нағашысының үйіне қонып, таң ата елге қайту керек. Нағашысының үйінде жатып та, түнде түсіне қайтадан арлан қасқыр кіреді. Шошып оянған Мергенбай елегізіп жатады. Дәл осы уақытта таяу маңнан келіп, арлан қасқырдың ұлығаны таза естіледі құлағына. Таң азағында оянса, нағашысының үйінің алдында топырлаған адам айқай-шу болып жатыр екен. Бұл сыртқа шығып барса, бір кісінің семіз тайыншасын әлгі арлан қасқыр
тартып кетіпті. Сол тайыншаның иесі Мергенбайдың нағашысының үйіне келіп, Мергенбайдың осындай екенін біліп, айқай шығарып тұрған кезі екен. Не істеу керек енді? Әбден жұрттың алдында кінәлі болған Мергенбай нағашысына жақсы деп елге қарай қайтады. Ауылға келе жатып, бір төбені айнала бергенде, әлгі арлан қасқыр алдынан шыға келеді. Бұл дереу мылтығын кезеніп, атпақшы болғанда, бір жыраға кіріп, жоқ болып кетеді. Мергенбайдың бойын қорқыныш билеп, өзінен өзі сандырақтап, қап бекер жасадым-ау деп, өкініш өртейді. Не керек үйіне жетіп, түсі сұп-сұр болып кеткен. Үйіне кіргенде, бұны байқаған әйелі, әй сорлау не болды саған дейді. Жоқ ештеңе емес деп, төсегіне сылқ құлайды барып, сол түннен бастап, өзінен өзі айқайлап, өзінен өзі шошып оянатын халге жетеді. Күннен күнге ауруы үдете түседі. Төсекке жатса болды, құлағының түбінен ызыңдаған дыбыс, арлан қасқырдың ырылдағаны құлағынан кетпей қояды. Не керек? Мергенбай ауруға шалдығады. Осылай күннен күнге ауруы үдете түседі. Не керек? Бас аяғы 5-6 айда Мергенбайдың халі өте мүшкіл болады. Ағайын туысқандардың бәрі келіп, кеуіл айтысып, әлі-ақ жазылып кетесің деп, Мергенбайдың кеуілін алдағандай болады. Бірақ Мергенбай екі көзін тек төбеге қаратып, кірпік ілмей, ештеңені естімеген адам ұқсап жата береді. Не керек? Күзге салым, күздің қара суығы басталғанда Мергенбай дүние салады. Мергенбай дүниемен қош айтысарда, соңғы артық демі қалғанда, бекер жасаппын деп, екі ерінен дірілдетіп, әзер сөйлеген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, арнамызды қолдап қойсаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып, қарыштай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азатбайұлы.